Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Бүгін өте оңай дайындалатын екі жұмыртқа мен айран болса болғаны осындай өте оңай торттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Торттың осыншалық жылдам әрі оңай жасалуы енді барлық қыз-келіншектерге ұнайды деп ойлаймын. Күнделікті шайға немесе құрбыларыңыз шайға келетін болса, дастарханға ұялмай тарту ететін осындай бір торттың рецептін қабылдаңыздар. Сізге бір кесе көлемінде айран керек болады. Оның үстінен жарты шай қасық ас содасын салып, осылай араластырсаңыз кішкене реакция жүреді. Әрі қарай үстінен қантымызды, жұмыртқамызды салып, ешқандай миксерсіз, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, соғып араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай реакция болып, кішкене көпіршіктер пайда болып жатыр. Үстінен сұйық майымызды құйып, және жарты ұнымызды саламыз. Жартысын ғана үстінен разрыхитель саламыз, яғни қопыстықшымызды. Енді сәл ғана араластырып, осының үстінен какао порошогын, яғни електен өткізіп салып алатын боламыз. Енді венчикпен сәл ғана араластырып, үстінен қалған ұнымызды саламыз. Және тағы да кішкене араластырып, ең соңғы маңызды этап бізде ыстық қайнап буы шығып тұрған бір стакан суды үстінен құясыз. Бұның маңыздылығы сіздің тестіңізді жып-жылтыр, теп-тегіс етіп, керемет біркелкі болып, ешқандай түйіршіктер қалдырмауына көмектеседі. Енді формамызды сәл ғана сары майымызбен майлап, тестімізді құйып аламыз. Барлық жеріне жетіп тұрғанда етіп, кішкене орналастырып алыңыз. Қызып тұрған 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Піскенін таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Яғни таяқша құрғақ болса, онда бисквитіміздің піскені болады. Міне осындай болып, өте әдемі қоңыр түсте жақсы көтеріліп шығады бисквитіміз. Бастысы әбден суытып алғаннан кейін барып кесіңіз. Мен өте асығыс болып ыссы күйінде кестім. Сіз міндетті түрде суытып алыңыз. Осындай болып, қоңыр болып, керемет болып пісіп шығады. Айналасын осылай кесіп аламыз. Бұл бізге қазір үстін әсемдеуге керек болады. Енді 1/2 бөлікке осылай бөліп алыңыз. Вареный сгущенкамен қаймақты, 20% қаймақ менде. Екеуін жақсылап араластырып, тортымызды жинақтайтын боламыз. Міне осылай бір бөлігіне жағып, одан кейін үстінен екінші бөлігін қоясыздар. Содан кейін тағы да кремін жағып, банағы крошкаге алып қалған, айналасынан кесіп алған тестіміздің бөлшектерін қолымыздың көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап тұрып сақтап аламыз және тортымызға әсемдейтін боламыз. Әрине өзіңіздің қалауыңызша орехтермен немесе посыпкалармен кондитерлік әдемілесеңіз болады. Мен өзінің айналасынан алған жаңа уақтаған крошкаларды бетіне сеуіп шықтым. Ешқандай пропитканы қажет етпейтін, өте қарапайым заттардан дайындалған, табиғи өнімдерден дайындалған өте тәтті тортымыз осындай болып шықты. Мына кескендегі түрін көрсетемін. Міндетті түрде дайындап көріңіз, шайға таптырмас, өте дәмді болып шығады. Ең бастысы құрамы өте қарапайым, қолжетімді заттардан әрі жылдам жасалатын болады. Өте оңай, бір жасағаннан шығады. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіз. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікіріңізді міндетті түрде жаза кетіңіз. Дайындасаңыз қалай шыққанын да жаза кетсеңіз болады. Келесі видеоларда жүздескенше.